Сәлеметсіздер ме? Мен 9 А сынып оқушысы Қайырхан Зере. Бүгінгі күнімді мен Шығыс Қазақстан облыстық ауруханасының кардиология бөлімінде өткіздім. Мен Уатханова Аяужан Қайырханқызы, Өскемен қаласы Шығыс Қазақстан облыстық ауруханасында кардиология бөлімшесінде резидент кардиолог дәрігері болып жұмыс істеймін. Кардиолог маманы жүрек қан тамырлары ауруына сырқаттанған науқастарды емдейтін дәрігер болып табылады. Кардиолог болу үшін ең алдымен мектеп бітіргеннен кейін жоғарғы медициналық оқу орнына түсу қажет. 5 жыл бакалавриат жалпы медицина мамандығы бойынша, 2 жыл интернатура, жалпы отбасылық дәрігер дипломын алып шығамыз. Одан кейін резидентураны таңдаймыз. Резидентура кардиолог мамандығы бойынша 3 жыл оқуды қажет етеді. Мен жедел коронарлы синдром бөлімінде жұмыс істегендіктен аптасына 2 рет түнгі дежурствоға қаламыз. Ол кезде жедел жәрдеммен келген науқастарды қараймыз, кімге жедел операция көрсетілген, кімді ауруханаға жатқызу керек, кімді амбулаторлы поликлиникаға жіберу керек туралы шешім қабылдап, сол жерде науқастарды бөліп талдаймыз. Кардиолог болу, жалпы дәрігер болу өте үлкен жауапкершілікті және төзімділікті қажет етеді. Сонымен қатар бұл тек қана 10 жыл оқумен тоқтап қалмайды, яғни өмір бақи оқуды қажет етеді. Әртүрлі конференцияларға, әртүрлі жаңадан шығып жатқан дәлелді медицина бойынша рекомендацияларды, емдеу тактикаларының барлығы өзгеріп отырады. Сондықтан да әрқашан жаңалықтарды біліп, әрқашан ізденіс ретінде, ізденіс үстінде болуды талап ететін өте жауапкершілігі мол мамандық болып табылады.